Сәлем, қайырлы күн достар. Қалдарыңыз қалай? Біз продуктыға шықтық, Нормаға бара жатырмыз. Қазір үйге продукт аламыз, тәттілер аламыз, сосын бір-екі челленджға керек заттарды аламыз. Бізбен бірге болыңыздар, видеоның соңына дейін көріңіздер. Достарына аспанды қарасаңыздар, қандай күшті болып күн батып жатыр. Әдемі болып тұр ғой, прям әдемі. Біздің родной майқұдық дейсің ғой. Bugün biz neredeydiğimiz? Şimdi magazinga geldik biz. Ne alsam? Tokaytınız. Tapstanız. Tasasılar. Ne alsam bak? Kasan kakalay. Naganda ko siya. Онда ует. Ол дұрыстап қарамайды. Қайырлы кеш достар, қалдарыңыз қалай? Біз прогулкаға шықтық. Ата үйіне барасың ба? Иә. Қанатбек ата. Сәуле апа үйіне барамыз, иә? Иә. Кеттік. Папамыз жолда қазып келе жатыр. Біз өзіміз мешітті кеттік. Ханыма мешіт. Тура атаның үйінің жанында дейсің ғой. Біз атаның үйіне келіп қалдық. Жоқ, жүрме. Істегенді сағын. Одан сәт. Сән сымады ғой. Сүт спат үзіксің. Сені матушка. Annem kim var? Кәусерден мастер-класс. Сосын
Қасығыңды аласың. Қасық аласың. Отырасың. Фатиханың кажется, суыққа, салқынға желге болып қойды. Әлі пижамасын ауыстырып отыр ғой. Кәусар киімін ауыстырып алды уже. Неге қалың абадық табылғансың дұча? Сықайсың ғой. Ана, ақ күшті болып тұрады. Бақ, күшті болып тұрады. Бақ, мәжемді аудады. Жайды. Жей бер, бісміллә, жей бер. Самса пісірейін деп жатырмын осындай слоем тесто. Біреу жарты самсаны картошкамен, жарты самсаны фаршпен жасаймын қазір. Дочалар көмектеседі қазір маған осындай тесто алып кірдім. Өткенде біреумен жасағам, бірін күшті шыққан. Осы екінші тестосын алып шығып, қатыр қойған едім, осының екіншісін алып шығып жатырмын. Маған Фатиха көмектеседі. Қазір Кәусар келеді. Кәусар қолын жуып дайындалып жатыр. Фатиха қолын жуып келді уже. Сабындап жуып келді. Молодец. Бірге қазір самса пісіретін боламыз. Мінекей, менің қыздарым, көмекшілерім, менің Алла бере салған көмекші қыздарым көмектесіп жатыр маған. Оқтау. Кезек-кезек етіңдер. Бізден кішкентай оқтау біреу ғана, үлкен қалғандары. Екеу кезек-кезек қазір самса пісіреді, Аллах қаласа, иә? Молодец. Енді былай айналдырасың. Тоқта. Былай, енді былай істе. Молодец. Ойбай, біздің Күшті, самсан істеп жатыр, тестосын жайып жатыр. енді бит. Мен самсаны дайындап жатырмын. Кәусар противенға май жағып жатыр. Менде дағам. Фатикош екіншісін алып шығып жатыр. Қазір екеуі кезек-кезек жағады. Самсаны тізеді қазір, иә? Мен мына жерде самсаны бастап кеттім уже. Наны жана Кәусар жайды нанамды, наны Фатихош жайды жана. Наны ішіне сала бер наны. Наны Фатихаға бер. Аны самсаны тізе бер, тізе бер анаға. Достар, біз самса пісіріп қойдық. Мыналарды қазір дізіп морозилкаға қатыра салам. Ертең керек кезде сосын алып шығып пісіре салатындай. Дочалардікі мынандай самса шықты. Мынада Кәусардікінде картошкамен, е? Картошкамен. Мынада пиязбен. Ой, пияз. Фаршпен. Пиязбен деппін ғой, мәссақын. Осындай, достар, осындай бізде самса шықты. Күшті. Достардан қараңыздар. Самса күшті ғып пісті. Дочалардың самсасы. Біреуі картошкамен, біреуі фаршпен, етпен. Тамаша ғып шықты. Қазір бисмиллах деп алып, көжекпен қараңыздар. Жылтырап тұр. Достар, менше именно осы менің үйдегі спальня жақтың терезесін прям жаным жақсы көреді да, осындай кеш батқанда осын әдемі закаттар болып жатады ғой, осындай күшті вообще. Әдемі, қараңызшы, бұлттар қалай күшті болып жатыр. Осы терезені жаным жақсы көреді бар ғой. Сәлем достар, қайырлы күн, қалдарыңыз қалай, денсаулықтарыңыз қалай? Біз екі дочаны атасы мен апасына тастап, документтің қағаздарын, мектептің документтерін точнее реттеуге кетіп барамыз. Қазір ол екеуі осы анау анда барайық, мында барайық деп мазаны алады мектепте жүрген кезде. Медосмотрларын дайындаймыз қазір. Поликлиникаға барып қандай қағаздар не керек екен. Сонымен сол екеуін тастап кеттік. Екі қыз папасы. Біз Майқұдықтың паркына ойнауға шықтық. Точнее, батутқа келдік. Дала салқын болып тұр екен. Көйлекшен шыға салып ек. Екі қыз батутқа мінемін деп жатыр. Тоңқалдық дейді. Екі қызды. Бүгін документтерін тапсырдық нулевойға. Қабылданды. Аспанды қарасаң жатқан әдемі болып тұр ғой. Күшті болып тұр бағыда прям. Салқын күшті. Мына жерде достар, Кәусар батутқа секіріп жатыр. Музыка қатты ойнағандықтан мына жерде
Даусым естілмей қалыпты. Кәусар секіреді, одан кейін Фатиха келеді. Фатиха басында батутқа секірмей, мен тек катокқа келем деген. Одан кейін бәрі деп қосылды. Паркта адам аз екен деп айтып жатсам, күн суықтығына байланысты шығар деп. Күн суық болды. Тағы не айттым? Фатихалар мына жерде ойнап жатыр дедім. Қай жерде екен точно білмеймін. И мына жерде қазір Фатиха келіп қосылады. Қыздармен домик ойнап жатырық. Біреуін кафеға берсеші. Маған кафе, точнее домик емес, кафе ойнап жатырық. Осындай маған ужин алып келді. Күшті баклажан, кукуруза, огурцы. Күшті снай. Тендер үшеуміз бірге шай ішейік. Осы шай алып келіп еді маған. Кости ойнап жатыр мына жақта. Шай ішейім. Қасықпен жейін ба? Давай, қасықпен жейін. Дәмді снай. Негізі мені мына домикқа шақырған. Оған просто кетсем мына бөпе жылап тұр, поэтому осы жерге айттым, маған әкеп беріңіздерші, доставка жасаңыздаршы деп. Күшті, ужиндарың күшті шықты, рахмет. Шай ішейін. Дәмді снай. Достар, мен осы жерден видеоны аяқтайын. Бізге тіркелмегендер тіркеліп, лайк басып, комментарий жазды ұмытпаңыздар.